please. Houston, we've had a problem. Менің папам бадыр адам, өйткені ол өрт сөндіргіш, өрттен адамдарды құтқарады. Сол үшін оның киімдері түтіннен сасиды. Мен сонда да папамды жақсы көремін. Бірақ та ол кейбір кезде ішіп алса, батырға ұқсамайды. Болды, Ерлан. Отыр. Без. Рахмет, апай. Так, балалар, жалғастырайық. Үйге берілген тапсырма менің отбасым туралы. Кәне, кім орындап келді? Онда журналдан қарайық. Так. Дәулетова Салтанат. Жауай. Біз отбасымызда үшеуміз, бірақ жақында менің інім болады. Сол хабарды папам естігенде бір апта тойлатып кетті, және тағы бір апта ауырып жатты. Мамам мен папам ұрсысып қалған кезде апа атамның үйіне кетіп қалады, ал басқа уақыттың бәрінде үйде отырады. Менің папамның аты Сержан, бірақ оны бәрі Сержан братан дейді. Салтанат, сенің папаң кім болып жұмыс істейді? Кім болып жұмыс істейтінін білмеймін, бірақ ол таңнан кешке дейін жұмыста болады. Сержант! Сука, меня не уважаешь, что ли? Я тебе когда сказал бабки поставить? Сержант, клянусь, брат, не бей, а? Не бей, брат, я все поставлю, клянусь, сержант. Папамды бәрі жақсы көреді. Өйткені мен папаммен қыдылсам, бәрі бізге тәттілер, ойыншықтар сыйлайды. Қарның ашты ма, жан? Жоқ, пап. Ассалаумалейкум. Ой, жан, мен қызым менің ал саған. Рахмет. Ой, жан, үлкен қыз ол. Ассалаумалейкум. Әкемнің Болат аға және Ермек аға деген ең жақын достары бар. Олар военный сияқты, себебі бәрінің жақ аттары бар. Ола, үйдің артын қараш. На шукер будь. Понял, братан? Самат! Самат! И чё, где ты? Мы тебя не можем найти. 2 недели уже ищем. А когда деньги просил, говорил, что сын болеет. А сам, оказывается, в карты проиграл. Нехорошо. Непорядочно поступил. И что за гнилой отец ты после этого, а? Сыном прикрываешься. Иди сюда, сука! Сержант! Сержант, братан! Сержант! Сержант, братан! Сержант, братан! Тур, бля! Сержант, братан! Сержант, братан! Прости, пожалуйста! Я тебе отвечаю, бабки верну! Братан, извини, прости, пожалуйста! Я тебе бабки верну! Поставлю, отвечаю, прости, братан! Сын твой лев, а ты гнида. Я тебе, долг, прощаюсь, сука. Ну, чтобы в глаза мне, блядь, не попадался в городе, понял? Это, пацаны. Папам бізге ешқашан ұрыспайды. Ол өте мейірімді адам. Все, пацаны, тихо. Подъехали.
Че опаздываешь? А ты хули рано приезжаешь? Короче, этот базарком нам должен. Все нам блесен. Когда у него были проблемы, мы ему помогли. Он к нам обратился. А теперь он хочет красиво перейти на вашу сторону и просто кинуть нас. А то, что ты пытаешься встать за него, как-то некрасиво получается. Эй, сержант, не өтірік бандит болып тұрсың. Пиздец болма, түсіндің бе? Я тебе и твоих быков нарыло в стойло загоню. Ты же знаешь, что я, братишка. Так что вот это красиво, некрасиво, какой-то не так, понял, да? Ай, жаным сол. Қалың қалай, а? Жақсы, мен бүгін бес алдым. Ботам, мой пацансың ғой сен. Иә? Кел, отыра ғой. Қазір. Наңғыра, подарок. О, сигар жаз. Рахмет, пап. Оқасы жоқ, жаным сол. Қазір маман құтып қалды. Үйге барамыз, ә? Бассаңшы ана X-ті. 2 рет бассан, супер удар жаса. Теп. Ай. Тепсеңші. Ой, бассаңшы енді. Теп, тағы теп. Қашпа. Енді төбелеспеймін дегенің қайда сенің? Или балаларың сен сияқты әкесіз интернатта өскен қалайсың ба? Қош болды. Нені қойшы? Нені? Қойшы. Салтанат бөлмеңе баршы жүгір, сабағыңды оқы. Жарайды. Bon, John. Сен немене қайтадан бұл әңгімені бастап отырсың? А? 1000 рет сөйлестік қой. Қақсамаш болды. Сержан, сен бұлай көшедегі балалармен сөйлесіп түсіндің ба? Қақсама дейме саған. Қақсамасаң Қақсама дейме саған. Сенің осы жүрісің үшін Құдай бір күн жазаңды береді. Қанша рет айттым, тасташы осы жүрісіңді деп. Адам сияқты өмір сүрейікші. Қандай адамдар айтып отырсың сен? Көшеде жүрген алқаштарды ма? Кешіріп қой, мен олай өмір сүре алмаймын, түсіндің бе? Қарасаңшы жан-жағыңа, елде не болып жатқанын білесің ғой? Жұмыс жоқ, заводтың бәрі тоқтап тұр. Не істейсің маған? Пашамай. Әлде ауылда тұрып жатсың ба? Жанка, жыламаш болды. Саған врач не деп айтты? Уайымдамасын деді. Ана ішіндегі щеголға зиян тигізіп жүрмесін. Ұқтың ба? Сержан, мен сені уайымдап жүрмін ғой. Неменеге уайымдайсың? Все нормально будет. Да.
Я була қазір шығам. Давай. Не болып бұла? Короче, Дархан Отақбас братанына барып жылаған ғой. Енді Айдос бізді общение тартып жатыр. Да ну. Ну-ка, алкаши, идите отсюда! Вы что здесь пьете? У нас здесь детки играют. Майра, мозга сыкпыша. Кыш тез. Мужики, насос поймали? Сержант, братан, все. Без проблем. Пообщаемся. Сержант, братан, ты же понимаешь, да? А это серьезный мужик. Ебать, я не с ним сзади беремся. Ответим за слова и действия. Ну что, пацаны, у входа подстрахуйте меня. Какой базар, братан? О, Люда пулемет тұрғым мына жерде. Еба, Айка досында. О, Айка, привет. Ой, подожди, давай. О, Була, ураган, привет. Как дела? Как дела у вас? Что там, не істеушісіңдер? Мы гуляем с девчонками, присоединяйтесь к нам. Жоқ, біз жұмыстармен жүрміз. Була, ты всегда так говоришь. Готово. Давай. Не, спасибо. Братан, можешь, закурю? Кури. Айдос, братан, вы же знаете, я вас уважаю. Ваш братишка беспредельщик. Он хотел нашего коммерсанта под себя присануть. Плюс он меня лично оскорбил. С ним я уже разобрался. Он был неправ. Я тебя по другой теме позвал, сержант. Да, слушаю. Братва за тебя говорит, что ты честный, порядочный пацан. Берега не путаешь, с головой дружишь, не беспределишь. Слышал про закон о приватизации? Не слышал. Мне сейчас нужны честные и порядочные пацаны вроде тебя, которые войдут в долю легального бизнеса. Пора двигаться по-крупному, сержант, братишка. Согласен? Конечно, согласен. Сейчас, Катя, я подойду. Вы что, ребята, без меня пьете, что ли? Ё-моё. Тихо, тут сержант, братан, тема говорит. Все. А что такое приватизация? Короче, теперь у каждого из нас будет своя точка. Например, у меня базар, а у тебя была птицефабрика. А я всегда в свой кинотеатр хотел. Бля, какая разница? Главное, все это будет законно, понимаешь? Теперь мы сами себе крыша, сами себе хозяева. А дальше больше. Мы будем выкупать заводы, фабрики и крупные предприятия. Кто была? Да, братан, там түсінбедім. Но я в теме. Тост! О.
Мужиктер, я вас всех люблю. От души, братан. Речь просто. За нами будущее. Хочу поднять тост за новых казахов. Да, да! Сержант же, алкашня! он пьяный сейчас пиздить будет, я каши. Стоять, алкашня! Назад! Сука, назад, бля! Че, опять бухаете, да? Че пить? Фу, блядь. Одеколон, что ли? Вот вам подгон. Забудьте старого сержанта. Выпейте за мое здоровье. Что иди? С сегодняшнего дня я стал большим человеком. Базаржик. Рахмет. Давай, не шумите, не шумите, блядь. Сгибись. Сержант, ебать, нахуй. Ана қанғарыс көрі шақыр срочно. Братан. Көзіңді ашшы, братан. Ё-май, өлейін де. К сожалению, у вашего мужа очень серьезная травма головы. Я не хочу вас обманывать, но положение действительно очень тяжелое. Сейчас он находится в глубокой коме, шансы примерно 50/50. И на данный момент все зависит. Сержант, брата, нормально себя комадан шығып, ортамыз орасын, пивомня чокайтесь. За братана. Базар жоқ. Всем привет! С вами снова Ержан Вайнс. Мен әдеттегідей таңғы эфирімді сіздер үшін осылай кіріп түсіріп жатырмын. Менің вайндарым саны, подписчиктерім саны сияқты көбейіп келе жатыр. Сондықтан активность күтем. И сұрақтарыңыз бар болса, вопростарыңыз болса, мына жерлерге қойып кетіңіздер. Мен отвечать етіп отырам. Давай, активный болайық. Ай, балам, қайырлы таң. Қалайсың, мам? Йықынғанды мен, мау басы жүр тамақ ішеміз. Нормально, мам. Привет деп қойыңыз мен достарыма. Ой, мені түсірме іштедім ғой, мен түрін жаман. Жүрші одан да тамақ ішейік. Ой, сен де бір. Сәл ұялады енді, мам. Мән бермеңіздер. Камераға үйренбеген ғой.
Ал, достар, сіздерге кішігірім ностальгия көрсететін боламын. Бұл красавица, менің мамам, жаңа көрдіңіздер, қандай әдемі да? А бұл менің папам. Ал этот пацанка, моя сестра, Салта. Бұл енді өзім ғой енді. Қараңыздар, дұрыстап қарап алыңыздар. Красавчикпін да. Тө-тө деп қойыңдар. Ей, жай тө-тө десеңдерші. А то слишком красавчик болып кетем. Ну что ж, құрметті достар, кухняға барайық. Мамам қандай тамақ дайындап жатыр екен? Сен төледің ма? Бірге көрейік. Мамам мен повар десем повар ғой. Көрейік не дайындаған. Плов. Мам, біздің пловтарыңыз прямо четкий ғой. Ана өзбектер жеп отқан кезде сілекей ағып кетеді ғой прямо. Тө, шіркін-ай. Қазір мам эфир ғой. Өмір сүре алмайсың, сен осы? Печенька мой, о. Достар, танысып қойыңыздар. Майор Салта, привет деп қой. Алып тасташы мына орында. Салта, сен басын істей ма? Істей. Білесің ма, айфон қанша тұратынын? Білем, ал не? Зарплатаңды жетпейді маған сен. Той, бір ұрсыспай, қырылыспай отыр, бір дұрыстап шай ішейікші, а? Соны айтам. Тасташы анауыңды. Ну что ж, дорогие друзья, Салтош, мен бүгін жұмыстан кеш келем. Сен жұмыстан келгеннен кейін мына бауырыңның тамағын жылып бер. Мам, мен де бүгін түнгі дежурство ғой. Оны анау кілтіңді өзіңмен бірге алып кет. А то алдындағыдай таңға алып та өтпей. Саған бар ғой, таңертең тұрған пайдалы болады. Жұрттың балалары ұқсап жұмыс істемейсің ба түске дейін жатпай? Ертең көресің, мен звезда болам. Сосын менің бір вайымның ақшасы сенің анау бір айлық зарплатаңнан көп болады. Ол түскенше пенсияға шығармыз. Сен бірінші байға шығалшы мақым, а?
Болды енді. Осы сенде қырылыспай отыра аласыңдар ма? Хотя бір дұрыстап бір тыныш отырып шай ішейікші. Өз ғой болса. Болды. Алло? Иә? Мен? Ау? Не? Мам, не вот, мам. Мама. Не вот. Не может быть. Показатели почти все в норме. Охренеть. Я-то думал, он овощ, а он молодцом. Сонда қобалжып тұрған тіпті оған не айтарымды да білмеймін. Ой, мам, не парься, осыған дейін де келіп жүрдік қой. Ой, балам, ол кезде ес түсі жатты ғой. Қазір бар ой әкелермен көңіл сөйлесейік жарай ма? Ой, бұл күнді қанша күттім десеңші, қандай бақыт. Достар, друзья, представляете, менің батям бүгін 20 жыл комада жатып, бүгін оянды, қазір сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Сержант, все нормально, успокойся, вы наш пациент. Заткнись, блядь! Сержант! Что здесь происходит? Что за херня, блядь? Сержант! Не туда потянулись, да? Живи! Ты, старуха, закройся! Я с тобой не бухал, чтобы со мной по имени общаться, блядь! Пап, успокойся! Додик, я тебе не папа, блядь! Попутал, что ли, блядь? Что за, блядь? Что за постанова? Как я в турке оказался? Кто здесь старший? Подтяни сюда быстро! Кто вас послал? Паха или Тарзан? Да мы твоя семья, 23 года ты пролежал в коме. Че ты несешь, мусорня? Это же психушка ебана! Кто-то меня заказал, да? Кто заказал? Это же психушка! Где? Кто? Да Кто посмотри заказал? на себя, посмотри! Это не психушка. Смотри на себя внимательно. Пап!